Соңғы 1-2 күнде өңірімізде хауа температурасы күрт төмендеп, күн суытып кетті. Қар жауып, оның соңы көктайғаққа ұласты. Күн райының өзгеруі әсіресе көлік жүргізушілерін әбігерге салды. 4 доңғалағын қыстыққа ауыстырам дегендер таңғы 5-тен ұзын сонар кезекте тұруда. Ал кейбірі бұл қар еріп кетеді деген оймен шиналарын ауыстырмаған салдарынан шаһарда бірнеше жол көлік оқиғасы орын алды. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Назерке Ғалым жалғастырады. Биылғы қыс былтырғыдан бірер күн кештеу келсе де, солтүстік өңірдің тұрғындары үшін қиынға соқты. Жаяу жүргіншілерден бұрын көлігі барлар әбігерге түскені рас. Кейбірінікі қатып қалса, енді бірі қар мен көктайғаққа дайын емес болып шықты. Содан болар біршамасы доңғалақтарын қысқыға ауыстыру мақсатында таң сәріден кезекте тұр екен. 80 машин обслужили. Бүгінгі жұмыс күнде әлі де демалып үлгерген жоқпын. Көліктер көптеп келіп жатыр. Қар түскелі 80-дей машинаның доңғалағын ауыстырдық. Кейбірі таңғы 5-тен бастап кезекте тұрады. Әрине, енді күн суымаса жылынбасы анық. Дегенмен менің ойымша доңғалақтарды сәл ертерек ауыстырған жөн. Одан шинаға еш зиян келмейді. Ал мына ұзын сонар кезектегі көлік жүргізушілері сағат таңғы 9 бен 9:30 аралығында келгендер. 3 сағатқа жуық күтіп тұрмыз дейді. Оған қарамастан кезекте жылжып жатыр. Былтырлары күн бойы тұрғанбыз дейді кейбірі. 3 сағат тұрғанымызға. Жылдан болса да кішкене жүріп жатыр ақырындап. Машина недавно просто, поэтому в том году она уже была 5 год. Биыл көлік алдым, қар түсісімен шиналарымды ауыстыруға келдім. Кезекте жылжуда. Теперь так надо. Сағат таңғы 9-дар шамасында келгенмін. Алдымда 10 шақты көлік болды. Күндіз күн жылығанымен кешке қайта қатып қалады. Мен қысқы доңғалақтың жабысқақ түрінен гөрі тікенектісін таңдаймын. Көктайғақ басталысымен жол көлік оқиғаларының жиілей бастағаны рас. Міне мына бірі Пархоменко Медведев көшелерінің қиылысында орын алыпты. Осы сынды бүгін 7 қақтығыс тіркелген. С 4 часов Сағат таңғы 4-тен бастап жолға құм, тұз төгілді. Сонда да жол көлік оқиғалары орын алды. Бірақ адам денсаулығына еш зақым келмеген. Тек көліктері болмаса, көлігі бар қала тұрғындарына жаздық доңғалақтарын қыстыққа ауыстыруға кеңес береміз. Көбінесе жол апаттары ара қашықтықты сақтамаудан, одан қалса жылдамдықты асырғаннан болды дейді жол полицейлері. Ал алдағы күндері ауа райы күндіз 5 градусқа дейін жылынса, түнде 4-5 градусқа дейін суытады деген болжам бар. Назерке Ғалым, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.